Достар, сіздермен бірге Алмагүл дәл осындай жеңіл ғана дайындалатын кешкі асқа, түскі асқа жасасаңыздар өте күшті болады, достар. Жасалу жолы да өте жеңіл. Осылай подливкпен күрішті пісіретін боламыз, достар. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Менің видеом пайдалы болып сіздерге қызық болса, маған лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар, достар. Қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар. Достар, менің алдымен тамағыма керекті ингредиенттер осылай: сәбіз, картоп, пияз, қызыл, көк болгар бұрыштарым және етіміз, осылайша күрішіміз қажет болады. Алдыменен осы күрішімізге біз су құйып, газге қойып қоятын боламыз, достар. Кішкене қайнағанша газге қойып қоямыз. Оған дейін етімізді, пияз, осындай қызыл, көк болгар бұрыштарымызды осылай ұсақтап турап, қызып тұрған қазанымызға майымды құйып қойған болатынмын. Осы қызып тұрған майымызға алдымен етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз, достар. Жақсылап қуырып, одан кейін пиязымызды салып аламыз. Пиязымызды да салып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз, достар. Жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Етімізді қанша жақсы қуырған сайын етіміздің де дәмі өте керемет болады, достар. Оған дейін осылай картошкамды, сәбізімді осылайша турап алдым, достар. Бір картопымыздың ортасынан төртке бөліп, солайша турап алдым. Осылай барлығын біркелкі қуырып қоямыз, достар. Оған дейін міне қойып қойған суым күрішімнің суы кішкене қайнап шықты. Енді ішіне жарты шөміш майымды құйып, және азғантай ғана тұз салдым. Мен көз өлшемімен салдым, достар. Барлық тамағыма қосқан ингредиенттерінің қанша мөлшермен салғандарының барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдыратын боламын. Осылайша тұзымызды салып, бір қайтара осылай қозғап алып, және бетін жауып қоятын боламыз, достар. Тағы да бір кішкене қайнап шыққаннан соң астын кішкене пәсейтіп қоятын боламыз. Ең баяу отқа қойып қоятын боламыз. Міне енді қуырып жатқан тамағыма подливіме және тұзымды салып алдым, достар. Менің етім тұздалған болғаннан кейін тұзымды көп салмадым, достар. Азғантай ғана тұзымды салып, енді жақсылап осы тұзымды қуырып, енді пісейін деп жатқан кезінде су құймастан бір 5 минут алдын осындай қызыл, көк болгар бұрышымызды салып алатын боламыз. Себебі қатты бірге салып қуыратын болсақ, біздің болгар бұрышымыз, осы болгар бұрыштарымыз езіліп кететін болады, достар. Сондықтан да мен соңында салдым. Осылайша салып, жақсылап қозғап араластырып алып, үстінен 1,5 шөміштей су құятын боламыз. Подливіміз құрғақ болмас үшін, кішкене сулы болып, дәмді болу үшін осылайша жарты шөміштей су құйдым, достар. Осылай су құйып, қазанның қақпағын жауып, 15 минуттай уақытқа қойып қоятын болам, достар. Суым кішкене қайнап шыққаннан соң астын кішкене пәстетін болам. Міне, достар, менің күрішімнің бір қайнап шықты. Енді астын баяу отқа қойып, астын өшіріп қойдым, достар. Енді өзінің демімен міне 15 минуттай уақыттың ішінде тұрды. Осылайша пісіп шықты, достар. Енді міне менің подливімде дайын болып қалды. Осылайша қайнаған суымыз қайнады, тамағымыздың. Енді дайындайтын боламыз, достар. Осылайша күрішімізді іші жуылған кесемізге, күрішіміз жабыспас үшін алдымен кесеміз осылай сулап аламыз. Қасықтың көмегімен осылай кесеге салып алып, тарелкамыздың үстіне аударып алатын боламыз, достар. Міне күрішімізді осылай аударып алып, жанына подливімізді, піскен подливімізді салып осылайша дайындап аламыз. Бетіне қалауларыңыз бойынша майонез, кетчуп және осылай кептірілген укроп сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, достар. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Ас болсын жасап көріңіздер, достар. Отбасыларыңызға